Баршаңызға сәлем. Медицина ғылымы дамымай тұрып ақ адамзат баласы денсаулықтағы ақауларын түрлі тәсілдермен анықтаған. Мәселен, терінің, көздің, тырнақтың, тілдің түсінің өзгеруінен адамдар бір қатар ауру түрлерін ажырата білген. Әсіресе, тіл түсінің өзгеруі сіздің денсаулығыңыздан көп сыр шертеді. Тіліңіздің жағдайы бауыр мен басқа да органдардың саулығы туралы айта алады. Дәрігерлер кез келген аурудың алғашқы белгісі тілде көрініс беретінін айтады. Дәрігерге тексерілуге барсаңыз, алдымен тіліңізді қарайды. Мұны өздеріңіз де талай байқаған боларсыздар. Өйткені бауыр, асқазан, ас қорыту, жүйке ауруларын тілдегі дақ арқылы анықтауға болады. Тілдегі сұр түсті дақ асқазан ішек жолдарының ауыратынын білдіреді. Одан бөлек құлақ, тамақ, мұрын ауруларының сыр бергенін айтады. Жалпы тіл асқазанның айнасы делінеді. Өйткені асқазан, ішек, гастрит, тоқ ішектің қабынуы секілді аурулар да тіл арқылы хабар береді. Дәрігерлер асқазандағы проблема тілге дақ болады, ал ішектегі проблема тілдің ойылуына әкеледі дейді. Сондай-ақ тілдегі дақ тамақтың созылмалы ауруынан пайда болады. Сонымен қатар стоматит, танзилит, фарингит аурулары пайда болғанда тілді сұр түсті дақ басады. Тілдегі ақ түсті дақ тоқ ішектің саулығының сыр бергенін айқындайды. Егер ішекте құрт, шлак болса немесе ішіңіз өтіп ауырса, тілді дақ басады екен. Тіпті іш қатуда тілдің ағаруына себепші болады. Сонымен қатар бауырдың да жұмысының нашарлағанын білдіреді. Ал тіл түбірінің жағдайы тоқ ішек пен бүйректің саулығынан хабар береді. Егер тіліңіздің үсті емес жан жағы ағарған болса, онда тыныс жолдарын тексерткеніңіз жөн. Тыныс алу жолдары сыр бере бастағанда тілді ағартады. Тілдегі карта тәрізді дақ тіл ауруын білдіреді. Одан бөлек жүйке, қалқанша без, иммундық жүйені тексерту керек. Бұл кезде сізге дереу гастроэнтеролог немесе невролог дәрігерінің кеңесін алу қажет. Мұндай дақ темекі шегетіндерде, ағзасына дәрумен жетіспейтіндерде жиі кездеседі. Тілдегі қоңыр түсті дақ ағза Б тобындағы дәруменге тапшы болғанда пайда болады. Оған қоса тілдері тілімденеді. Тілдегі қызыл немесе ашық қызыл түсті дақ қан тамырлары жүйесі мен тыныс алу жүйесінің ауруға шалдыққанын білдіреді. Сонымен қатар ағзаның қабынғанынан да дерек береді. Тілдегі көгерген түс тыныс алу жолдары мен өкпенің саулығының нашарлағанынан, ауа жетіспеушілігінен пайда болады. Тілдегі қара дақ ас қорыту жолдарының жұмысының нашарлағанын білдіреді. Оған қоса өт қабы, ұйқы безінің жұмысының бұзылғанын айқындайды. Егер ағзада қышқыл көбейсе де тілді қара дақ басады. Тілдегі сары немесе қоңыр түсті дақ бауыр және қалқанша без ауруынан дерек береді. Тілдің қалыңдауы бауыр жеткіліксіздігінен болады екен. Қалқанша безі де осылай көрініс беретін көрінеді. Тілдің жіңішкеруі қан ауруларынан хабар береді. Сонымен қатар ағзаға минералдар мен нәрлі заттар жетіспегенде, ішектің жұмысы бұзылғанда, онкологиялық ауруға шалдыққанда тіл жіңішкеріп қалады. Тілдің созылуы жүрек қан тамыр ауруларынан дерек береді. Тілдің дірілдеуі жүйке ауруларын айғақтаса, ал тілдің құрғауы уланудың, диабет ауруының, тіс ауруларының және дәрумен тапшылығының белгісі болып табылады. Құрметті арнамның көрермендері, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қызықты болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийде пікірлеріңізбен бөлісіп, қолдап кетулеріңізді сұраймын.